Қазақ халқында қасқырлар қашанда жыртқыш, терісін сыпырып алсаң да қыңқ етпейтін қайсарлықтың символы. Ал қой болса, төрт аяғын буып союға шықсаң да жөнімді қырқады ғой деп жата беретін жуастықтың символы. Дәл осы мысалды өмірімізге қолданып көрсек қалай болады? Мысалы, адамдардың жетістікке жетуіне өмір сүретін ортасы барынша әсер етеді. Қасындағы екі досың миллиардер болса, үшіншісі сен боласың демекші, егер айналаңыздағы адамдардың бәрі алдыға ұмтылғыш, көздерінен от ойнайтын, жетістікке жеткен адамдар болса, онда күндердің күні сізде бір жерде жарып шығатын мықты тұлға боларыңыз хақ. Керісінше айналаңыздағы адамдар салғырт, бүгінін ғана ойлайтын, таяз ақылды кедей адамдар болса, онда сізде олардан асып ешқайда бармасыңыз анық. Сол себепті айналаңыздағы адамдардың кімнің кім екенін жете танып, бірге алдыға қадам басу үшін мен сіздерге әлемге танымал жапониялық бизнесмен Инаги Казуоның бай болғысы келетін адамдар алыс жүруге тиісті 6 түрлі адамдардың характерін айтатын боламын. Сәлем достар, бейнемізді бастамас бұрын арнамызға қолдау ретінде өз үлесіңізді қосып, құнды